Сәлем достар, бүгін сіздермен Свит, және біз бүгін сіздермен Minecraft Pocket Edition'да лифт жасайтын боламыз. Ендеше ол лифттің қалай жасайтынын көрсетейін. Қалай жұмыс істейтінін көрсетейін. Жасалуынан кейін көрсетсем. Міне ол бұлай жұмыс істейді. Сразу істей береді. Сразу көтеріледі. Болады бірақ. Бұл лифтті сіздер компьютерден де соткадан да жасай аласыздар. Енді оның қалай жасалатынын көрсетейін. Мен жақта екеуін жасап қойғам алдында. Достар, менің каналымда алдында бұндай видео шыққан еді. Бірақ олда мен бәрі айтып жатыр, дауысым шықпай жатыр деп. Мен сол дауысым істейін деп, дауысым шығарып түсірейін деп олай жасап жатырмын. Міне, қате екен. Міне енді шетке бір кавер қоямыз. Кейін мына шетті былай жауып қоя саламыз. Мына шетке рельса, кейін вагонетка. Достар, осындай бірінші этажы осындай болады, екі блок. Өздеріңіз білесіздер, бірақ мынау вагонға қолы жету керек. Қандай болса да, бірақ вагонға қолы жетіп тұру керек. Сол кезде дұрыс болады. Бұл енді біз қазір бұл видеода екі этаж жетеді. Екі этаж істесек, сіздер өздеріңіз үйлеріңіздің ішінде де істесеңіздер болады. Үйлеріңізде болса да, кішкентай болса істемей қойыңыздар. Бұл лифт бір серверлерде жасайды, біреуінде жасамайды. Өйткені білмеймін не үшін екенін, әйтеуір жасамайды біреуінде. Мен көрдім. Бір серверде көрдім, бір серверде нормально жасап тұр. Ал біреуінде жоқ болып кете берді. Вагондар жоқ болып кете берді. Сол. Өздеріңіз көріңіздер. Кейін айтасыздар. Міне. Достар, бұл лифт аяқталды. Бұл тез және ыңғайлы. Міне қазір көрсетейін тағы. Жоқ, бітпеді. Нешесін ұмытып кеттім. Міне. Шөзі. Слишком жақын екен біріншісі. Бірақ қоя беріңіздер. Міне. Осы екі этаж осындай болады. Көрдіңіздер, екеуі бірдей. Почти бірдей. Енді өздеріңіз білесіздер, қандай блок алсаңыздар да, бірақ мынау рельса, вагонетка и лестницаны ауыстыра алмайсыздар басқасына. Мынау екеуін өздеріңіз білесіздер. Достар, осымен видео аяқталды. Егер де сіздерге бұл видео ұнаса, маған лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап кетіңіздер. Сіздермен болған Свит. Қош, сау болыңыздар.